Келесі сұрағым, жалпы танымал болу үшін не істеу керек? Танымал болу үшін, мысалға, сен өзіңе қандай кәсіп ұнайды, сол кәсіпті қолға алып жете беру. Келесі сұрағым, тағдырға сенесіз бе? Иә. Биліктің қол соқпары болудан қорқасыз ба? Иә. Түсінікті. Бүгінгі қазаққа рухани әлде материалдық көмек қажет пе? Иә. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермен. Сіздермен сұхбаттасайық жобасы, оның жүргізушісі мен Хамит Айбек. Бүгінгі сұхбаттасайық жобасының қонағы қазіргі таңда жас актер, талантты актер Бекболат Сағыныш. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Алдымен сұраққа көшпес бұрын былай бастайық. Бүгінгі күнің қалай басталды? Әдеттегідей таңертең тұру, шаруа жасап. Түсінікті. Ендеше біз сұра көшейік. Алғашқы сұрақ, өнерге қалай келдің? Өнерге ең алғаш YouTube арқылы келдім. Сөйтіп, бірінші киноға адалға түсіп, сөйтіп жарыққа шығып кетті сол кино. Сонымен әрі қарай киноға түсіп кеттім. Түсінікті. Жалпы өмірде сен үшін не маңызды? Өмірде енді барлығының отбасы маңызды. Түсінікті. Енді жалпы қазіргі таңда көптеген енді жас актерлар шығып жатыр. Бір киноға түседі, келесі киноға түспей кетеді. Болды, мен актермін, ақша алдым деп. Жалпы соларға, сондай адамдарға не дейсің енді? Шағын өз ойыңды білдіріп кетсең? Оларға ештеңе айта алмаймын, бірақ енді дұрыс емес сияқты. Киноны актер болдың ба енді талай киноға түсу керек. Мысалы, жұлдыз болғың келсе, мысалы, әрі қарата киноны жалғастырып кету керек қой. Түсінікті. Осы жерде айтайын дегенім, жалпы осы айтып қойыңыз, өзіңіз жұлдыз деп, өзіңізге жұлдыз болған ұнай ма? Атақ, байлық ұнай ма өзіңізге? Енді жұлдыз болу барлығы ұнайды. Енді кейбір адамдар да бар, ұнамайды. Енді өз басыма ұнайды. Түсінікті. Жалпы өнерге келуіңе ата-анаң қарсы болды ма, әлде қалай көз қарасы яғни? Қарсы болған жоқ. Түсінікті. Жалпы енді сенің әр түскен киноларың қалың көпшілікке ұнап жатады, кәдімгідей. Өз солар лебізден біліп жатады. Енді айтайын дегенім, жалпы сен түскен киноларың ата-анаң қалай қабылдайды? Жақсы. Кейде сұрайды, образың қандай рөлдесің? Түсінікті. Жалпы осы тұста айтайын дегенім, қазіргі таңда ақша бәріне керек. Оны мойындаймын, ақша бәріне керек. Бірақ та әр киноға өзінің бағаң бар ма, әлде қалай? Бағам енді. Енді қазір жасым кішкентай енді. Енді режиссер, режиссерларға байланысты, продюсер салары. Түсінікті. Жалпы сен киноға түсесің, кастингтен өту болған жағдайда бірінші нені ескересің? Киноға түсер кезде бірінші нені ескересің? Бірінші кезекте. Мимиканы ойлау. Сосын сөз мәнерімді. Сосын киноға түссе эмоцияларды қайталап. Түсінікті. Енді жалпы қазіргі таңда көп деген кинолар шығуда, өзіңді білесің, YouTube-тың қарайсың, білесің. Енді қазіргі киноларға көңілің тола ма? Жалпы сол қазіргі кинолар жайында өзінің қысқаша бір ойыңды білдіріп кетсең? Енді қазіргі кинолар көбінесе жартысы комедия, жартысы мелодрама. Көбінесе мелодрама болса, ол өмірден алынған. Ал комедия болса, жанрлық күлкі арасында мелодрама жылаулары болды. Көбінесе енді қазір комедия түсіріп кетті, бірақ мелодрама жайына қалды. Түсінікті. Осы тұста айтайын дегенім, сізге қай жанр ұнайды? Маған енді боевик ұнайды. Түсінікті. Соңғы қараған киноңыз? Соңғы Ақан Сатаевтың
районы деген бір кино бар. Аха. Жалпы өнерде кімді үлгі тұтасыз? Яғни кумир. Кумирім ба? Қазіргі Жахан Отырғалиев ағамыз. Сол көбінесе. Түсінікті. Жалпы осы жаңа айттың Байбек кинолар ұнайды. Егер де алдағы уақытта Алла қаласа саған Байбек киноларға егер де ұсыныс түсіп жатса бір қабылдайсың ол міндетті түрде, бірақ та жағымсыз рөл берсе қалай? Ойнап шығасың ба әлде одан бас тартасың ба? Енді бір оны неге байланысты сценарийге. Сценарий енді өзіме ұнаса қабылдаймын, ал ұнамаса. Түсінікті. Енді қазір көбінесе өзің бір көптеген кино түсіп жатсың. Сол түскен киноларда рөлдерің өзіңе ұнай ма? Иә, ұнайды. Осы жерде бір сұрақ. Өзіңе осы күнге дейін түсіп келген киноның тек қана бір киноны таңдайсың, осы күнге дейін түсіп келген киноның ең қайсысы саған ұнайды? Тек біреуін таңдайсың. Көбінесе жекпе-жек ұнайды. Көбінесе ода төбелес болады, төбелес жағынан. Түсінікті. Жалпы қазіргі таңда енді неше түрлі желі қолданатын сайттар шығып жатыр көптеген, iTube деген сияқты жаңағыдай. Мысалы, қазіргі таңда енді кейбір кісілер кино бастапқысын бастайды да, бір бөлім салады да, бір екінші бөлім айдан кейін, аптадан кейін түсіп салады. Жалпы ондайға қалай қарайсың жалпы? Көзқарасың, ондай дұрыс деп ойлайсың жалпы? Бір бөлім салады, екінші бөлім айлап, не болмаса бір апталап күттіріп қояды, ол дұрыс па? Менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ әркімнің өз ойы бар. Бірақ енді кино болған соң әрі кетсе бір 2 күн, араға 2 күн салып, немесе 1 күн салса, жақсы болмас. Түсінікті. Жалпы енді қазіргі таңда шыны керек неше түрлі елімізге қатысты неше түрлі жағдайлар болып жатыр, келеңсіз жағдай. Жалпы енді айтайын дегенім осы қазақ еліне жалпы не дейсіз? Қазіргі таңда осындай бір келеңсіз жағдай болады, сол қазақ халқына деген бір өзіңіздің бір жас болсаңыз да бір мотивацияңызды айта кетсеңіз. Енді қазақ деген мысалға 5 әріптен құралады да. Ал былай айналдырсаң да қазақ, былай айналдырсаң да қазақ. Қазақтың ешқашан намысын бермеген, алға қарай айналып басқа елдерден озып шығуымыз керек olur. Түсінікті, айтқаны келсін, әмин. Келесі сұрағым енді қазіргі таңда енді қанша демеді 21-ші ғасыр көптеген енді сайттарға қызығушылық болады. Қазіргі енді қыз жігіттер көбінесе блогер болуда. Енді мен айтайын дегенім көбісі енді жаңағыдай гиф ұйымдастырады. Осы гиф туралы өзің ойың қандай жалпы? Өзің соңғы рет гифке қатысып не болмаса бір гиф жасаған кезің болды ма? Және де одан ұтқан немесе ұтылған кезің болды ма? Осы туралы айтып кетсең. Енді блогерлердің өзінің гифі болады. Біреу машина ойнатады, біреу квартира үй ойнатады, біреу ақшалай сыйлықтар, біреу телефондар. Өз басым гиф ойнатқан былай енді жақсы шығар. Бірақ өзім гифке қатыспадым да, ұтпадым. Ақыры бүгінгі біздің осы санымыз қазақ өнеріне арналған. Енді айтайын деген, өзің жайдарманға қызығасың ба? Жайдарман көресің бе? Иә, жайдарман көремін. Жайдарманда өзіңе ұнайтын құрама? Жайдарманда назар аудару. Онда біз былай жасайық, ақыры назар аудар айтқан екенсің, енді 2 құраманы айта кетсең, 3 құрама болсын вообще. Назар аудар, сосын өзіміздің жерлесіміз Сағыз, Атырау. Сосын үшіншісі енді байдың балалары. Түсінікті. Инстаграмда кімнің әзілдері ұнайды? Инстаграмда енді Инстаграм қарайсың ба жалпы? Иә, қолданамын Инстаграм. Бірақ енді Инстаграм көбінесе Азамат Тұрсынбай деген ағамыз бар. Соның көбінесе приколдар ұнайды. Түсінікті. Сен үшін өмірде ең қымбат не? Отбасым. Түсінікті. Жалпы енді саған осы бір қиын сұрақ болу керек.
топ 3 әйел адамды атап берсең. Әйел? Әйел адам. Топ Актер 3. жағынан ба? Аралас. Мысалы, әнші жағынан Топ 3 әйелді атап бере ғой. Ерке Есмахан. Аха. Сосын актер жағынан Дариға Бодақова деген бар. Аха. Келінжанға түскен, сол. Сосын Соңғысы? енді Ақбота Нұр. Қателеспейтін адам болмайды, құрметті көрермен. Сөкпеңіздер. Актер жігітке жатады, актриса қызға жатады, сондықтан қателеспейтін адам болмайды. Ничего, нормально. Жалпы өзің музыка тыңдайсың, музыка ұнай ма? Иә. Қай әншінің әнін тыңдайсың? Көбінесе қазір Әділет Жауқашар, Төреғали Төрәлі. Көбінесе қазақтың танымал әншілерін тыңдаймын. Және шетелдікте де бар. Түсінікті. Жалпы енді қазір неше түрлі желі қолданушылар енді бүйтіп жазады, мысалы бірде бір кино болмасы, мысалы ұнамай қалса бір негатив жазады. Хейтерлерге деген жауабыңыз қандай? Хейтер енді мысалға адам екіге бөлінеді. Біреуі жамандайды, біреуі жақсылығын айтады. Мысалға енді сенің образың туралы жамандаса, енді сен ол туралы мысалға образыңды дайындайсың. Қай жер дұрыс емес, сол жеріне. Яғни хейтер енді өмірде сондай ғой. Жақсы адам болады, жаман адам. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрағым, жалпы танымал болу үшін не істеу керек? Танымал болу үшін, мысалға, сен өзіңе қандай кәсіп ұнайды, сол кәсіпті қолға алып, ары қарата жетілдіру керек. Мысалға, актер болсаң, киноларға түсіп бағын сынау керек. Блогер болсаң да тоже Инстаграмға, ютубқа мысалы приколдарыңды өткізу үшін дұрыс сценарийлермен адамдар іріктеп алу керек. Ұнамайтын 3 қасиет атап керек. Ұнамайтын 3 қасиет. Ашулан сияқты. Мерзімді. Түсінікті. Енді бір әдемі сұрақ болсын. Киноға түсер кезде, съемка кезде. Апа, осы съемка туралы бір қысқа нұсқа айтып кетші. Съемка енді мысалы съемка болмаса, съемканы сағынам, мысалы съемка болмаса былай съемкада көбінесе күлесің, жылайсың, ойнайсың достармен. Кейбіреулерінде достасасың, достар табасың. Және де сол киноға түскен балдармен ары қарата дос боласың. Түсінікті. Енді саған сұрақ. Кино, сериал, кітап қайсысы? Топ 3 блогер. Көп боқтайсың ба? Хейтерлерге жауап бересің ба? Ютубта кімді көресің? Ютубта ең көбінесе летсплейшіктерді қараймын. Инстаграмда күніне қанша сағат отырасың? Яғни неше сағат отырасың? Ең көп отыратын желі қайсысы? Ютуб. Енді осы тұста енді әдемі сұрақ болсын. Біз нені білмейміз. Енді осы жерде бір анығырақ өз ойыңызға жеткізіп кетсеңіз тоқталып, біз нені білмейміз. Яғни айтқанда, сізге ашығын айтпайын, қазақ жайлы. Қазақ нені білмейді, не білмейміз. Түсінікті, сұрақ қатты ауыр болған сәтті. Нормально, бір сұраққа жауап, бір сұраққа тұрған болай ешегі жоқ. Бізде енді көбінесе сұрақта төтесінен қояды.
жалпы бала кезінде кіммен фото түсуді армандадың? Бала кезімде әншілермен көбінесе. Түсінікті. Келесі сұрағым, қазір немен айналысып жатырсың? Съемкадан бөлек. Съемкадан бөлек көбінесе ютубқа видео түсіремін. Түсінікті. Жұлдыз ауруымен ауырдың ба? Жоқ. Түсінікті. Енді осы тұста айтайын. Ұнайтын ең басты қасиет. Өзіңе ұнайтын яғни 3 қасиет. Өзіме ақылды болған. Ақылды. Сосын қолыма іс келсе, мысалы, соны алып кете аласың. Сосын енді ақылмен шешу болады көбінесе. Енді осы бір сұрағымыз бар. Соңғы рет қашан қатты қуандың? Соңғы Қандай бір өмірінде бір қуанышты жағдай орын алды? көбінесе қазір кино болса қуанамын. Түсінікті. Жалпы енді өзінің болашағында қалай елестетесің? Қалай ойлайсың өз болашағыңда? Мысалға Енді бір қиялға еріп берейік. Кішкене қысқаша айтып кетсең, енді толық емес. Қысқа айтып кетсең, қиялға еріп берейік. 10 жылдан кейін мысалға бір белгілі, елге танымал актер болсам. Арманыңыз орындалсын. Жалпы енді достарың көп пе? Иә, көп. Жалпы сенің ортаң қандай? Қалай айтсам болады? Ортаң енді, орта дегенде кейбір орталар әртүрлі болады. Бірінің ортасы бұзыңқы ортаға болады, бірінің ортасы бір көңілді орта болады. Сіздікі қалай? Біздікі позитив қой. Түсінікті. Енді рахмет, кәдімгі сұрақтар шынайы жауап беріп жатсыз. Бізде енді сұрақтар енді барынша осындай сұрақтар болады, көп кездеседі енді. Енді бір келесі сұрағым, жалпы енді өзінің отбасы жайлы айтып кетсең. Енді өзінің кейінгі енді қарындасың не болмаса бір ағаң ба, или інің ба деген сияқты. Өзімнен кейін жалғыз қарындасым бар. Сосын әкем, анам, сосын ағам бар. Сұрақ, қалауымды көресіз бе? Жоқ, көргім деген. Түсінікті. Егерде мүмкіншілік болса, не істер едің? Мүмкіншілік болса, әлемде болатқан керемет, Голливудта керемет киноларға түсетін едім. Түсінікті. Келесі сұрақ, соңғы рет қашан қатты жыладың? Соңғы рет бір ай бұрын. Өнерге келгеніңе атанаң қарсы болды ма, әлі қалай? Жоқ, қарсы емес. Енді бір осы сұрақ, әркімнің өз ойы бар. Қалаулым жобасы шын ба? Әлде өтірік пе? Мен ойымша өтірік сияқты сценарий жазып бере ма? Егерде қиыншылық болса? Құдай сақтасын, болмай қойсын. Армандар жайлы? Енді адамда арман таусыла ма? Армандай берген дұрыс. Армандай беру керек. Бірақ орнымен. Түсінікті. Неден қатты қорқасыз? Енді бір жәндік болсын, болмаса бір қалай енді адам, мысалы енді көп қой енді келген жағдай бар. Мысалы жәндіктерден кішін жоралайтын құмырсқа, таракан дегенде, сылан, солар. Түсінікті. Келесі сұрағым әдемі сұрақ болсын. Әдемі жауап беріп жатсыз бәріне. Өзің қай жерденсің? Мен Атырау қаласы, Мақат ауданынан боламын. Жалпы инстаграмда дайрект қарайсың ба? Дайрект дегенде жоқ, қарамаймын.
туған күнде ең қымбат сыйлық. Туған күнде көбінесе ақшалай. Аха. Енді бір керемет сұрақ болсын. Мектепте махаббат болды ма? Яғни қызың бар ма? Мектепте жоқ ондай. Жалпы саяхат жайлы өзіңізге қай елдер ұнайды? Маған Қазақстаннан бөлек Түркия ұнайды. Басқа да елдер көп. Солар. Мінезің қандай? Мінезім екі түрлі. Кейде ашуланамын, кейде жақсы. Түсінікті. Келесі сұрағымыз енді бір әдемі сұрақ болсын. Келесі сұрақ, нені армандайсың? Мысалы, отбасының саулығы. Қазақстанның аман болсын. Түсінікті. Балдармен қатты ұрысқан соңғы күнің? Болмаса қыздар? Бір жыл бұрын. Көбінесе. Соңғы рет қай қалада болдың? Демалыс. Соңғы рет Ақтауда. Түсінікті. Инстаграм болмаса? Инстаграм болмаса, YouTube қараймын. Болмаса, ойындар. Өзің сияқты өзімен құрас жігіт қыздарға жалпы не дейсің? Енді өз ойың. Енді Өнерге сен сияқты қадам басқан өзің сияқты қыз жігіттерге не дейсің? арманыңа жетуге тілектеспін. Мысалға, актер бол, блогер бол, бәрібір өзіңе байланысты. Сен өзің алып кетсең, халық та саған қарап баға береді. Түсінікті. Карантин кезінде нені түсіндің? Карантин кезінде маска киюді, антисептик шашуды қолға. Жалпы енді қызбен танысқан кезде бірінші қай жеріне мән бересің? Бірінші енді мінезіне, киіміне. Осы жалпы енді қазір Инстаграмда блогерлер кино түсіреді. Қалай ойлайсыз? Жалпы енді киноны сөйтіп бір совсем бір 3 минут 4 минут шығарған дұрыс па, әлде толыққанды шығарған дұрыс ойлайсыз ба? Мен 3 минут 4 минут кинода есептемеймін, бірақ кино түсірсін, бірақ көбінесе YouTube-қа салсын. Инстаграм енді оны 10 минут қылып қарап өтпейді. Көбінесе YouTube болса, просмотрда лайкта өйеді. Түсінікті. Келесі сұрағым, сен үшін бақыт деген не? Бақыт деген Қазақстаннан аман болып, коронавирус елден кетіп қалса, отбасым аман болса. Түсінікті. Әмин. Келесі сұрақ, басқа адамдардың ойы, көз қарасы саған маңызды ма? Жоқ, маңызды емес. Жалпы отбасыңда өнерге қатысты адам бар ма? Әлі жалғыз сен бе? Жоқ, жалғыз мен. Түсінікті. Бір енді келесі сұрағым, жалпы осы бір кино саласында, көптеген кино саласында жүрсің, көптеген киноға түсіп жатсың. Енді айтайын дегенім, кино саласын қанша жасыңа дейін алып жүресің? Яғни, осы карьераны қанша жасыңа тоқтатасың, әлде қалай? Менің ойымша енді білмеймін, бәрі Алланың қалауымен. Бірақ енді өзімнің ойым никак тассаң кетіп тұрған жоқ. Түсінікті. Бәріне шынайы жауап беріп жатсыз. Көп рахмет. Енді біздің сұхбаттас сіздерге ұнап жатыр ма? Иә. Өмірге де қатысы бар. Керемет. Енді бір санаулы сұрақтарымыз қалды өзіміздің. Соларды қойып сынай жауап берсеңіз, нұр үстіне нұр болар ма еді. Жалпы кино түсірген кезде режиссердің айтқаны маңызды ма, әлде актердің айтқаны маңызды ма? Көбінесе
Кино актерлік емес, режиссердікі. Енді режиссердің айтқаны болады. Дұрыс. Алматыға соңғы рет қашан бардың? Алматыға осыдан 2 жыл бұрын или 1 жыл бұрын ба бардым. Қандай мамандық иесі болғың келді мектеп бітірген кезде? Актер болғым келеді. Енді мына жерде бір қиын сұрақ. Мен қойып көрейін. Жауап бере алмасаңыз келесі сұрақты айтуыңызға болады. Жетісай орыс тілге қалай қарайды? Жетісай. Көбінесе ол Шымкент жақтағы аудан. Көбінесе қалаға да ұқсайды. Бірақ көбінесе шымкенттіктер орысша сөйлемейді де қазақша. Түсінікті. Саған ұнамайтын топ 3 блогер? Ұнамайды. Мен үшін бәрі жақсы. Балалық шағың қалай өтуде? Балалық шағым керемет, қарапайым. Съемка уақыты мен сабақ уақытта бір-біріне кедергісіп бір қиналып қалған кезің болды ма әлде болған жоқ па? Бірлік болған. Түсінікті. Соңғы рет қашан тойда болдың? Кімнің тойы? Коронавирустың алдында той. Ағамның тойы. Келесі сұрақ. Соңғы рет қашан төбелестің? Соңғы рет 1 жыл бұрын. Өзіңді 5 жылдан кейін қалай ойлайсың? 5 жылдан кейін мысалы оқу, университет немесе колледжге түсіп, мысалы актер болу. Түсінікті. Жалпы енді қазіргі таңда көбісі енді спортқа жақын, жалпы өнерде бөлек. Өзің спортқа жақынсың ба? Спорт ұнайды ма өзіңе? Қай спорт түрің ұнайды жаңағыда? Ұнайды. Көбінесе спорттан футбол. Түсінікті. Келесі сұрағым, қай тілді көп пайдаланасың? Қазақ тілінде. Түсінікті. Жалпы енді бір қанша түрі рөлдерге түсіп жатсыз, енді бірі енді білсе, бірі білмейді деген сияқты. Енді осы жерде бір сұрақ қойайын. Жалпы енді көбісі енді қазіргі таңда адам болған соң неше түрлі сұрақтар болады. Ең соңғы рет сізге көңіліңізге не болмаса бір жүрегіңізге қатты тиген негатив? Көбінесе ойнай алмайды ғой, сосын боқтап жазғандар бар. Оған көңіл аудармаймын. Түсінікті. Жалпы ол әкеге қарай өседі дейді. Сенің әкең қазіргі таңда ол кісінің негізгі мамандығы өнер емес, ол кісінің мамандығы қандай? Көбінесе жұмысы оператор. Түсінікті. Рахмет. Енді қазір қарап отырсақ, көптеген енді бір елімізде көптеген бір керемет жағдайда орын алып жатыр. Неше түрлі жағдай орын алып жатыр. Енді жалпы халықты сабырға шақыру жөнінде бір әдемі бір сөздеріңізді жолдасаңыз халыққа. Сабырға шақыру. Көбінесе ашуға болықпаңыздар. Сабырмен шешу болады барлығын. Және де осы елде індетті барлығымыз бірге ауруды жеңіп шығуға атсалысайық. Әмин, рахмет. Келесі сұрағым, тағдырға сенесіз бе? Сенем. Сізге енді осы жерде бір сұрақ қойын. Соңғы рет қатты ауыр сынақ қашан келді сізге? 2 жыл бұрын. Түсінікті. Жалпы енді өзінің көрермендерінде бір мазақ еткен кезің болды ма? Жоқ. Енді бір қазіргі таңда өзіңіз білесіз, көптеген бір ютуберлер болсын, болмаса бір блогерлер болсын, өзінің бір жазушыларын бір алтындарым, болмаса бір құрметтілерім дейді. Жалпы сіз өзіңіздің көрермендеріңізді не деп атайсыз? Тәттілерім. Түсінікті.
көбінесе енді бір осы жерде мен сізге бір сұрақ қояйын. Қазақ эстрадасында өзіңізге ұнайтын топ 3 әнші. Қазақ эстрадасы. Көбінесе Төрәлі, Қайрат Нұртас, Ернар Айдар. Түсінікті. Енді бұл кісі елімізге танымал әншілер. Бұл енді қандай да болмаса бірден жауап береді. Енді бір келесі сұрағымыз әдемі сұрақ болсын. Жалпы енді өзің әншілікке қызығасың ба? Иә. Енді бір осы жерде бір сұрақ қойын. Өзің бір тойға шыққан кезің болды ма? Жоқ. Енді бір тойға алдағы уақытта егерде жасың келген жағдайда тойға жұмыс жасайсың ба? Шама келсе жасайын. Түсінікті. Енді қазіргі таңда бір неше түрлі енді бір сайттар шығып жатыр көптеген. Енді мен осы жерде бір сұрақ қояйын. Қазіргі енді бір енді өзің сияқты өзіңмен шамаш балдар енді шыны керек қазіргі таңда кеңінен таралған ойын бар. Ол ойынның атауы аты шабыстан тұратын Free Fire. Ол ойын, яғни айтқанда Индонезияның ойыны. Осы ойын ойнаған дұрыс па? Және де өзің ойнайсың ба? Мен біріншіден өзім ойнаймын, иә. Қызық. Әсіресе ер балдарға. Бірақ енді былай қарап тұрсаң зиян. Түсінікті. Енді келесі сұрағым, уәде деген не? Уәде деген. Мысалы, екі досың бір-біріне берген уәдесі. Мысалы. Түсінікті. Енді бір осы жерде тағы бір қойын. Уәдеңізде үнемі тұрасыз ба, әлде тұрмай қалған сәттер бола ма? Тұрам, уәдемді. Бекболат Сағыныш кіммен киноға түскісі келеді? Жахан Отарғалиев ағамыз. Қай киноңыз үшін өкінесіз? Ешқандай. Өзім ойнаймын, барлығы. Қазіргі таңда өзіңіз сияқты жас актерлар міндеттенеді. Маған дұрыс рөл беріңдер, болмаса мен түспеймін дейді. Ал сізде ондай бар ма? Мысалы, көбінесе кейбіреулері маған рөл беріңдер. Мысалы, мен түспеймін десе, ол мысалы актер болып қолынан келмейді. Мысалы актер болса, барлық ситуациядан шығу керек. Егер де қолыңызға қамшы берсек, кімді сабар едіңіз? Боратты. Енді бір осы жерде ақыры бір Борат туралы жауап берген екенсіз. Жалпы енді сол кісі туралы өз ойыңыз қысқа нұсқа. Оған енді ми жетілмей қалған. Ол туралы айтылмаймын, бірақ мысалы енді үлкендер өзі айтуы мүмкін. Да, түсінікті. Соңғы рет қашан ашуландыңыз және кімді боқтадыңыз? Досымды ұрсып қалған кезде, ұрсып дегенде төбелесіп қалған кезде. Түсінікті. Келесі сұрақ, кімге сөзіңіз өтеді, кімге өтпейді? Көбінесе бауырларыма. Түсінікті. Келесі сұрағым, биліктің қол шоқпары болудан қорқасыз ба? Иә. Түсінікті. Бүгінгі қазаққа рухани әлде материалдық көмек қажет пе? Иә, керек. Жастарға. Неге Қазақстанда таланттылар аз? Талантты. Көп таланттылар. Бірақ өздерін аша алмай жүр. Дұрыс. Қазір таңдайда Қазақстанда таланттар өз бағасын ала алмайды. Ол не үшін? Өзінің сенімсіздігі үшін. Өзіне, кейбіреулер өзіне сенбейді. Енді қазіргі бір керемет сұрақ. Жалпы керемет әнші елімізді Қытай еліне танытқан Димаш Құдайберген. Жалпы сол кісі туралы өзіңіздің шағын ойыңыз. Димаш ағам мықты әнші. Мен Қытайға барып Қазақстан туын желбіретіп. Түсінікті. Жалпы бір ойындарға болмасын ставка тігесіз бе? Соңғы егер тіккен болсаңыз, соңғы кімге және қашан тіктіңіз? Жоқ, тікпен. Сіз үшін қымбат болған екі сыйлық? Екі сыйлық? Телефон.
көптеген бағалы сыйлықтар. Түсінікті. Бекболат Саныш кіммен дос болғысы келеді? Қарапайым адамдар. Түсінікті. Тура жолдан келе жатып теріс жолға түсіп кетсеңіз, кері сол өзіңіздің бұрынғы өміріңізге оралар ма едіңіз, әлде сол қалыпта қалар ма едіңіз? Бұрынғы қалпыма оралам. Актердің ең болмаса бірдеңесі қорғалу керек қой. Осы сөзді қалай түсінесіз? Актердің өзінің ісі бар, мамандығы. Актер өзін қорғай да білу керек. Сынға түселу керек. Түсінікті. Келесі сұрағымыз, шешім қабылдаған кезде жүректі тыңдайсыз ба, әлде ақылды ма? Қайсыған рөл бересіз? Көбінесе ақылға. Енді бір осы жерде ауыр сұрақ. Сізді дүние үшін айырбастап кеткен достарыңыз болды ма? Жоқ, болмайды. Енді осы жерде бір айтайын. Енді қазір жасыңыз кіші, бірақ шынымды айтайын. Қаржылай қарызыңыз бар ма? Жоқ. Түсінікті. Енді бұл жерде сізге көптен көп рахмет айтамыз. Әр сұраққа шынайы жауап беріп жатсыз. Көп рахмет. Енді бір келесі сұрағымыз, әдемі сұрақ болсын. Жалпы сценарий кезінде ең қиналған кезің болды ма сценарийден? Болды. Қай кинода? Жекпе-жекте көп. Түсінікті. Жалпы домбыра тартып білесіз бе? Жоқ, түсінікті. Гитара ше? Гитараны тартамын. Түсінікті. Енді бір өзіңіз қазір әлі жассыз, қосымша бір сабақтарға қатысасыз ба? Қосымша деген өнерге қатысам. Түсінікті. Өзіңізге қай әзілкеш ұнайды? Өзіме? Мысалы, көбінесе жақын отыра біліп сынайды. Жоқ, театр бойынша. Мысалы, Нұржан Төлендиев деген сияқтылар. Тұрсынбек Қабатов. Сосын, әлі сол кісі ме тек? Нұржан Төлендиев, сосын Даникел Оразбай, бұрынғы көбінесе театр. Түсінікті. Сіз үшін жұлдыздар кімдер? Жұлдыздар. Әнші, актерлар, көбінесе блогерлер. Өнеріңіз жалпы мемлекет тарапынан бағалана ма? Білмеймін. Оның өздері шешу мүмкін. Түсінікті. Жалпы актерлардың телебағдарлама жүргізгендері дұрыс па? Ол өздерін ойласа. Мысалы, біреу иә деуі мүмкін, біреу жоқ деуі мүмкін. Халықта ренжітіп алған кезіңіз болды ма? Жоқ. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіз қазір енді шынайы жауап беріп отырсыз. Енді осы жерде бір сұрақ. Емшілерге сенесіз бе? Иә, сенемін. Жоғалтқан жақсы қасиетіңіз өз бойыңызда? Жоғалтқан? Сұрақ қиын болса, айтыңыз, келесі сұраққа өтеміз. Келесі. Түсінікті. Жалпы өзара достарың арасында сенің өнеріңе бір қарсылық білдіретіндер бола ма? Яғни айтқанда, сені бір соңғы қашан угрожать етті? Жоқ, ондай жоқ. Тек күліп қарайды. Киноны қарап. Түсінікті. Жалпы енді соңғы қараған отандық киноңыз? Соңғы қараған? Сол бағанағы Ақан Сатаев ағамыздың районы деген киносы көрдіңіз. Егер де сіз мысалы бір киноға түстіңіз деріңіз, яғни бір сол кинода аферистің рөлінде түстіңіз, соны көрген адам сіз туралы білмей жатып, сен аферистсің деп егер шын өмірде айтса, қалай жауап бересіз? Мысалы, ол киноның
сценарийін ойланса, өмірде кинода аферист болып ойнасаң, өмірде басқаша. Түсінікті. Ең алғашқы фильм Ең алғашқы. түскен. Жалпы енді кімнен кешірім сұрай алмай жүрсің? Кімнен? Ешкімнен. Түсінікті. Өзіңізге ұнайтын 3 театр? Өзіме ұнайтын. Назар аудар, сосын Алдар Аспан, сосын Әзіл әлемі. Қазіргі кинолар жайлы өз ойыңыз? Қазір кино бірінен бірі өтеді. Көбінесе бәрі комедиялық жанрда. Енді киноны өз қалғанша түсірген жақсы, бірақ өз орнымен. Дұрыс. Рахмет айтасыз. Жалпы енді көпшілік негізі қазақ жалқау халық дейді. Осы сөзге қалай қаншалықты келісесіз? 60% келісемін. Көбінесе қазақстандықтардың 60-70% өзіне жалқау деген сеніммен арылмай жүр. Түсінікті. Келесі сұрақ, енді жалпы қазіргі таңда енді көптеген енді елімізге қатысты жағдай байланысты тойды тоқтату керек дейді. Яғни ол ысырапшылдық дейді. Осы сөзге қаншалықты қосасыз? Мен ойымша қазақта той бітпеу керек. Қазақтың тойы әрқашан күнде болу керек. Түсінікті. Енді жалпы қазір енді көбісі енді әркім ой әртүрлі, енді әркім әртүрлі айтады. Бірі той болсын дейді, бірі болмасын дейді енді. Шыны керек. Біздің осы сұхбатқа не үшін келістің? Енді ең алғашқы сұхбатым. Әкеңмен ара қатынасың қандай? Жақсы. Түсінікті. Анаң ше? Керемет. Түсінікті. Сен нені жасырасың? Өзімнің құпияларымды, өзіме қатысты. Түсінікті. Мен әлсізбін. Осы сөзді қаншалықты түсінесіз? Адам әлсіз, мысалы адам әлсізбін десе, одан сайын құлдырай береді. Ал мен әлсіздікті жеңем, өзіне мотивация алса, ары қарай жалғастырып кетеді. Түсінікті. Жалпы Бекболат Сағыныш кім? Қарапайым бала. Түсінікті. Енді жалпы бүгінгі жалпы енді неше түрлі интернетте жұмыстар шығып жатыр, соған жалпы сенесіз бе? Мысалы айтады, үйде отырып 2000 теңге тап, 5000 теңге тап деген сияқты жұмыстарға сенесіз бе? Және де ондай жұмыс жасап көрген кезіңіз болды ма? Өзім жасамағаннан кейін айта алмаймын. Сіз жағымпазсыз ба? Жоқ. Өтірік айтасыз ба? Арасында. Соңғы рет қашан және кімге өтірік айттың? Достарыма. Түсінікті. Келесі сұрақ енді соңғы сұрақ болсын. Осы бір әдемі не болды? Әдемі бір кеш болды. Сізге осы бір сұраққа, осы бағдарлама келіскеніңізге көп рахмет дегім келеді. Енді бір тағы бір сұрақ. Жалпы енді желтоқсан жаңа жыл болсын, қай мерекені көп тойлайсың? Көбінесе жаңа жыл, Наурыз. Түсінікті. Ең көп тойлайтын мерекені сол. Қай мерекеге көп сенесің? Наурызға. Түсінікті. Ал құрметті YouTube көрермендер, осымен сұхбаттасайық жобасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі бізде қонақта болған Бекболат Сағыныш. Сізге көп рахмет, осындай қазіргі таңда елімізде жағдай қарамастан алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға. Бүгінгі сұхбаттасайық жобасының негізгі саны қазақ өнері жайлы. Енді бір осы тұста өзіңіз халыққа деген бір әдемі жылы алтын сөздеріңізді жаудырсаңыз. Қазақстан халқы
сіздерге жеңуіңізге тілектесін. Барлығын ойдағыдай істеріңіз алға жүріп кетсін. Бір істі алдыңыздар и оны ары қарата жалғастырыңыздар. Содан бір нанды тауға ақша тауған болады. Енді пайда көруге болады. Түсінікті, рахмет. Сіздермен болған сұхбаттасайық жобасының қонағы Бекболат Сағыныш және оны жүргізуші Хамит Айбек. Ендеше келесі жобада, келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар. Біз қоштаспаймыз, тек сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.